Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен маковый пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өзінің нәзік дәмімен ерекшеленетін өте дәмді пирог. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, жасап көріңіздер, ғашық болатын боласыздар. Ең алдымен бізге ұнды електен өткізіп, ыдысымызға саламыз. Ұн және қопсытқышты бірден бірге сала беріңіздер. Одан кейін бетіне мак, қант және де шымшым тұз салатын боламыз. Осы құрғақ ингредиенттерді барлығын біркелкі араластырып қоямыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майға осы құрғақ ингредиенттердің барлығын қосып, крошка жасайтын боламыз, песочный. Осы песочный крошканың бетіне тек қана жұмыртқаның сары өзін ғана салатын боламыз. Жақсылап осы ингредиенттердің барлығын араластырып, қаттырақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды бірденен екіге теңдей етіп бөліп бастадым. Тоңазытқышқа қойып қажеті жоқ. Осындай пергамент бумагасына немесе силиконды коврикқа немесе тефлоновый коврикқа төсеп, міндетті түрде астына бірдеңе төсеу керек. Жайып шығатын боламыз, екеуін бірдей етіп. Менде диаметрі 24 см болады. Соған қарай жаямын. Осылай кальцонның көмегімен 24 см осылай кесіп алу қажет. Бірденен піспей тұрып. Мен шешетін алып, ортасына қайтадан қосып жібердім. Қамырдың екінші бөлігінде дәл осылай жаятын боламыз. Корждар жайып болғаннан кейін бетіндегі меренгасын жасайтын боламыз. Осы кезде пештеріңізді 175 градуста қыздырып қойыңыздар. Миксерлеріңіздің жылдамдығына қарай өте тығыз меренга пайда болған кезде тоқтатасыздар. Бірінші міндетті түрде миксердің жай жылдамдығымен бастап алу керек. Міне меренга осындай болуы қажет. Осы меренганы теңдей екі бөлікке бөліп, тесталарымыздың, корждарымыздың яғни бетіне жағып шығамыз. Тура видеодағыдай жағасыздар, шешетіне қатты жеткізбеңіздер. Себебі меренганың өзі де көтеріліп, кішкене жайылады шешетіне қарай піскен кезінде. Екіншісінде дәл солай қалған меренганың барлығын салып, дәл солай жағып шығамыз. Екеуін бірдей асты-үсті пісетін пеште жақсылап пісіріп алыңыздар. Немесе егерде сіздерде әсел пеш және де басқа пештер болса, кезек-кезек салып пісіруге тура келеді. 175 градуста 15 минутта пісіріп аласыздар. Беті қоңырқай, әдемі болуы қажет меренганы, сол кезде ала беруге болады. Корждарыңыз пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде толық суытасыздар. Енді мен бірденен крем дайындап жатырмын. Креміне менде творожный сыр және де клейкий 33%, немесе 35% қолдансаңыздар да болады, және де қант ұнтағы. Осылай үшеуін бірденен араластырып крем жасаймыз. Тығыз, өте әдемі крем болады. Мен мына жерде миксердің жай жылдамдығымен араластырып жатырмын. Меренга шешетіне ісініп шығып кеткендіктен кальцон көмегімен қайтадан 24 см етіп, осылай біркелкі кесіп аламын. Кремді 60-та 40 етіп мен бөліп алдым. Осы 60%-ын астыңғы бөлігіне саламыз, бірдей біркелкі етіп жақсылап жағып шығамыз. Екінші қабатын бетіне қоямыз. Бетіне крем жақпаймыз, тек қана 803 номерлі насадкамен мен бетіне узор салып шықтым кремнің көмегімен. Өте әдемі көрінеді. Егерде видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз, және де подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Мен пирогты бірденен кестім. Негізі 1-2 сағат қойып қойсаңыздар, кремі кішкене қатып, және де екінші коржыға жақсылы сіңетін болады.
мен бірденнен кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өзінің бір нәзік дәмімен ерекшеленеді. Және де жылдам дайындалады. Бетіне міндетті түрде клубника қойсаңыздар, өте әдемі болады. Әр узордың жанына клубника қойып шықсаңыздар. Егер де менің видеоммен жасасаңыз, міндетті түрде комментарийға астына жазып кетіңіз. Қалай шыққанын. Ас болсын, сау болыңыздар, келесі кездескенше.